Дайын Фордтың ұзындығы 68 метр, ені 31 метр, биіктігі 20 метр болатын. Фордтың 66 казематы 74 артиллерияны сыйдыра алады. Бекіністің гарнизоны 260 адамнан тұрды. Егер қоршау болса, гарнизон су мен азық-түлікпен қамтамасыз етілсе, 2 айға созылуы мүмкін. Тағы не керек сияқты? Орасан зор күш-жігерден кейін бекініс салынып бітті және оны салуға жұмсалған қаражатты толығымен ақтауға дайын. Бірақ міне тағдырдың бұрылысы. Құрылыс аяқталғанға дейін бекіністің қажеті жоқ болып шықты. Бекініс салынғаннан бері 50 жылдан астам уақыт ішінде артиллериялық зеңбіректердің қашықтығы едәуір өсті. Енді жағалаудағы батареялар бұғазды оңай жауып тастады. Осылайша оған деген қажеттілік жойылды. Алайда Форд Францияның соғыс департаментінің қарамағында қалды және кейіннен ұрыс қимылдарына қатыспай түрме ретінде пайдаланылды. Алайда түрме Фордқа ұзақ тұруға арналмаған. 1872 жылы тұтқындар Жаңа Каледония аралындағы арнайы колонияға көшірілді. Ал бекіністі әскери теңіз күштері басып алды. Осылайша Бояр бекінісі әлі де әскери нысан мәртебесін алды және әскерилер бекіністі тастап кеткен 1913 жылға дейін солай болды. Босфорд ұрылар үшін тамаша олжа болды. Қандай да бір құндылықты білдіретін нәрсенің бәрі алынып тасталды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Форт Боярд бүкіл Франция сияқты неміс әскерлері басып алды. Басқыншылар бекіністі жаттығу атыстары үшін нысана ретінде пайдаланды. Нәтижесінде айлақтар мен су бұрғыштар толығымен жойылды. Ал бекіністің ауласы сөз тас үйінділерінің астына көмілді. Келесі 20 жыл ішінде Форт толығымен қаңырап, бос қалды және теңіз, жел және теңіз құстарының әсерінен бірте-бірте жойылды. 28 мамырда боярлардың 1962 жылы аукционға 7,5 мың франк бастапқы бағасымен шығарылды және оны тіс дәрігері Эрик Берт 28 мың франкке сатып алды. Бірақ оның бекіністі қалпына келтіруге қаражаты болмады. Ол тек табиғи әсерден ғана емес, сонымен қатар оны кәдесыйлар үшін бөлшектеп жатқан көптеген туристерден де азайып бара жатты. Соған қарамастан, көп ұзамай бұл бекініс туралы бүкіл әлем алғаш рет білді. 1966 жылы Роберт Энрико Фордқа боярларды қойды. Француз киносының 2 жұлдызы Ален Делон мен Лина Вентурамен бірге өздерінің кинотаспалары мен авантюристерінің соңғы көрінісі. 1980 жылдардағы біраз үзілістен кейін Форд экрандарда қайта пайда болды. Бұл жолы француз теледидарының әйгілі қайраткері Жак Антуан жазған Treasure Hunt ойын бағдарламасында ол авантюристерді көріп отырып, Бояр бекінісін ашқан және бекіністі жаңа телевизиялық ойын түсіру үшін пайдалануды ұсынған адам. Бірақ егер бекініс бұрын экрандарда анда-санда пайда болса, жаңа ойында оған басты рөл берілген. Ол кезде бекініс бельгиялық тіс дәрігерінің жеке меншігі болатын. Эрик Берт бекіністі 1,5 миллион франкке сатуға келісті. Ал Шаренте теңіз департаментінің бас кеңесі келісімге келді. Содан кейін Жак Антуан 1 франктың символдық сомасын төлеп, бекіністің иесі болды және өз жобасын жүзеге асыруға кірісті. 1989 жылы қайта құру басталады. Қамалдан 25 метр қашықтықта кемелер үшін айлақ платформасы салынуда. Ескі Форд перістері әлде қашан қираған. Аула ондаған жылдар бойы осында жиналған 50 сантиметрлік құс саңғырығынан және 700 текше метрге жуық тас сынықтарынан тазартылды. Аттас теледидар ойыны үшін 2 зал жабдықталған. Бірнеше айдан кейін 1990 жасында Форт Боярд кілттерінің теле ойынының алғашқы шығарылымы түсіріліп, жаңасы басталды. Егер сізді қызықтырса, бізге лайк басып, бөлісу арқылы қолдау көрсетіңіз.